сол қасиетті мекенде тек қана мысалы енді сауап амал деп айтамыз ғой, жаңағы намаз, ораза, зекет, бірақ ең қатты үйренген дүнием тілді тыю. Сізге ұнамайтын осы сондай бір жағымсыз нәрселер болып қалады өміріңізде, кездеседі. Сол кезде көп адамдар өзінің тілін тыя алмайды екен. Сол себептен өмірде қиыншылығын көбейтіп алады екен. Дәлел. Өмірден көргенімді айтып жатырмын, мысалмен айтқым келеді. Мысалы, енді ол умрадағы болып жатқан жағдайлар өте көп қой. Сіз көбінесе осы өмірде біз сезіммен өмір сүреміз. Ол құр сезім емес екен, жануарлар да өз негізі сезіммен өмір сүреді ғой. Не жақсы, не жаман қылып. Бірақ сол не жақсы, не жаман деген нәтиже бізде бұның жанында ақыл, бұның жанында өткен тәжірибені еске түсіру, бұның жанында тағы да білім, қоршаған орта, тәрбиеленген табиғатыңыз, осының бәрін қосқанда адам баласы бір нәрседе алдына жолығып қалған кезде, бір келеңсіз жағдай жолығып қалған кезде, содан жақсылық жасауға әрекет жасап, өткен тәжірибесін қолданады екен. Ол өткен тәжірибесіне ұқсамаса да, ұқсас бір нәрсені ойлап табады. Соның себебінен, егер адам жаңағыдай сол болып жатқан уақиғаны өзіне дұрыс емес бағалайтын болса, өзіне қате тұжырымменен жаңағыдай көзқарас қылатын болса, атау беретін болса немесе, сол заты оған жамандық әкелетіндей болып, жаман көңіл күйде, жаман сезімге ауысады. Бірақ ол зат нейтралды болса да. Қазақша айтайыншы. Мысалы, сіз намазға бардыңыз. Намазға барған уақытыңызда бір адамның әдепсіздігін көрдіңіз. Болады ғой, біреулер жолыңыз кесіп кетті, немесе аяқ киімін алдыңызға қоя салды, намазын ұқыпсыз оқып жатыр. Ол міндетті түрде ол сізге әсер етеді, көңіл күйіңізді бұзады. Ана кісіге түзеткіңіз келеді, айтқыңыз келеді, көкебас, мынандай жасама, мынауың енді жақсы емес қой деп, мысалы жан-жағын қысып, итермелеп, сондай бір ыңғайсыз жағдаймен тұрып жатқан шығар. Бірақ тілді тыю деген міне осы жерде жұмыс жасайды екен. Сіз ол жерде бір өзіңізді одан жоғары санау арқылы бір қате қылдыңыз. Екіншіден, сол қателікті көріп қалып, оны түзеткіңіз келіп, екінші қате қылдыңыз. Үшіншіден, сол уақиғаға, ол нейтралды уақиға, ол сол адаммен болып жатыр. Сіз киліктіңіз, сіздің қатысыңыз жоқ жерге. Енді біреу сұрақ қою мүмкін, енді сонда алдағы көріп атқан түрлі келеңсіз жағдайларға мен, мысалы пайғамбарымыз айтқан ғой, жамандық көрсең тыя жүр, дұрыстай жүр, түзете жүр деген, сонда мен түзетпеуім керек па, оған араласпауым керек? Жоқ, ол бөлек. Саған қатысы болса, немесе қоғамға нақты қатысы болса, аралас. Саған қатысы жоқ, қоғамға қатысы жоқ болса, дұрыс емес екен. Тағы одан да төмен мысал айтам. Жақында да бір науқас адамменен сөйлестім. Ол кісі айтады, бірнеше уақыт болды. Осы науқасымды табамай жүр адамдар дейді. Қай жерге жолықпадым дейді. Не бір мықты дәрігерлерге жолығып жатырмын, не бір мықты профессорларға. Одан бөлек мықты мына аппаратқа түс дейді, соған барып түсем, мына нәрсеге түс дейді, соған барып түсем дейді. Енді осы нәрсенің бәрінен тойдым мен деп қысылып отыр. Қызық. Бұл нәрседе тілді тыю керек екен. Тілді тыю керек екен. Айтпа. Олай деп айтпа ешқашан. Сіздің басыңызға түрлі ауыртпашылық, сіз күтпеген түрлі қиыншылық түсті ма, тіліңізді тыйыңыз бірінші орында. Неге? Сіз қазір құртасыз. Құртатыныңыз сол, артық айтып қойсаңыз, күнәға батасыз, Құдайдан жаман нәрсе тілеп алады екенсіз. Осы өмірде менің үйренген нәрсем. Бәлки, не істеу керек? Ондай жағдайда сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен қазір тынышталуым керек бірінші орында. Егер даурығып, жүрегіңіз алып ұшып тұрса, уақыт беріңіз. Оны кетіру міндетті түрде тынышталуыңыз керек. Ол тынышсыздықтан сіз жақсы ой келмейді. Сондықтан ана жерде тоқтап өзіңізді бір сәт тыныштаныңыз. Тыныштанып болғаннан кейін сұрақ қойыңыз. Мен осы бір жаман басыма түскен проблемаға не істей аламын? Нақты сіздің әрекетіңіз нақты. Менің қолымнан келетін. Мынандай дәрігерге барамын, мысалы, мынандай нәрсе істеймін, немесе пәленшеге барып қарыз сұраймын, түгеншеге барып жолығып ақыл сұраймын, мынандай юрист бар, мынандай ақылгөй бар, данышпан бар, ақыл қалтам бар деген сияқты өзіңіздің қолыңыздан келетін істерді алып,
арнайы кішкентай жоспар жасап, сол жоспарды іске айналдырасыз. Бірақ соны іске айналдырып жатқан кезде сол сізге жұбаныш болу үшін және де шайтанның есігін жабу үшін істеуіңіз керек. Яғни ертең жүрегіңізде мынаны істемедің ғой, ананы істемедің ғой деген нәрсенің бәрін сызып жауап жазып қойыңыз шамаңыз жеткенше. Екінші тірлік Құдайға тапсыра білу. Қолыңыздан келмейтін істің барлығын қалғанын Аллаға тапсыра білу. Ол жерде адамның иманы рөл ойнайды екен. Егер сіз Аллаға шынайы сене білсеңіз, мысалы, Аллахым, алдымда проблема тұр, мен шамам келгенше істедім, енді қалғаны саған. Осы жерде сізде екі жол айрық шығады. Біріншісі, Алла туралы сіз қалай ойлайсыз? Сіздің және Алланың арасындағы байланыс. Міне осы жерде жарқ ете қалады. Кім деп ойлайсың Алланы? Осы сұрақты тіпті өзіңізге де қойыңыз. Сіздің тапсырған аманатыңызды орындай ала ма? Алла орындай алмай ма? Өйткені әйгілі үлкен ғалым кісі бар. Осы жақында бір кісі маған соның сөзін еске түсіріп жіберіп жатыр. Өзбекстанда Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф деген үлкен ғалым кісі дүниеден өтті ғой. Сол кісінің бір сөзі бар, баласына айтқан. Балам дейді, мына дүниеде сондай Аллаға үміттің болсын дейді. Осы бүкіл әлемнің халқының күнәсі сенің мойныңа ілініп қалса да, ойлаңызшы, бүкіл әлемнің халқының барлығының күнәсін саған артып тастаса да, Құдайдың алдына барып, Алла тағала мені кешіреді деген үмітте бол дейді. Соншалық үмітте болу керек. Ал енді осының антонимі қарама-қарсы. Және де бүкіл әлем халқының сауап ісінің бәрі саған мойныңа ілініп қалса да, Құдайдан қорқа біл дейді. Алладан басыңды иіп қорқа біл дейді. Осы екі шекараның арасы сіздің Аллаға деген иманыңызды білдіреді.